Баршаңызға сәлем, құрметті достар. Бүгін дәмі керемет болып шығатын осындай кешкі ас әзірлейтін боламыз. Ол үшін тауықтың аяқтарын жақсылап жуып алдым. Енді оларды осылай әр жерінен кесіп аламыз. Қазір мариновать еткен кезде жақсы сіңуі үшін. Енді маринадтауға кірістік. 2 шай қасық тұз салдым. Сарымсақтың бір түйірін салдым, үккіштен өткізіп. Одан кейін 2 ас қасық майонез және 2 ас қасық кетчуп салдым. Кетчуп классикалық түрі. Енді жақсылап араластырамыз. Достар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақша каналды қолдап отырыңыздар. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Араластырып болдық. Енді бағанағы кетчуптен тағы да үстіне бір қабат жағып шығамыз. Бетін жауып 1 сағатқа қойып қоямыз. Енді алдын ала қыздырылған пеште 200 градусқа 40 минут немесе 1 сағат пісіріп аламыз. Картопты осылай суға пісіріп аламыз. 2 шай қасық тұз салдым. Жуа мен томатты қуырып, оны да дайындап қоямыз. Картопымыз пісті. Қараңыздар, қандай сап-сары әдемі. Енді үстіне тұздығымызды саламыз. Духовкадағы тауықтың аяқтарын бір тексеріп қоямыз. Мінеки,
осындай кешкі асымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Жасап көрулеріңізге болады. Баршаңызға ас болсын. Қош, сау болыңыздар.